Бесінші тарау қиялдау байлыққа жеткізер бесінші қадам. Қиял ақылдың шеберханасы. Қиял барлық жоспарды жобалап өңдейтін шеберхана. Жеке тұлғаның арманы, қалауы, қиялдауы және елестету арқылы нақты бір формаға енеді, пішін алады. Адамзат қиялында көрген дүниенің бәрін жасай алады деген сөз бар. Өркениеттің барлық кезеңін қоса алғанда қазіргі қиялы ұшқыр адам үшін ең қолайлы шақ қазір. Өйткені біз жылдам өзгерістер дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Қадам басқан сайын қиялға қанат беретін бір оқиғаны, құбылысты көреміз. Адамзат дамуындағы тұтас тарихты алып қарасақ, соңғы 50 жылда табиғат күшінің құпиясы көп ашылып, жемісін жеп отырмыз. Ауада қалықтап ұшуды меңгердік, тіпті құстан озып кетеміз, эфирді де бағындырдық, әлемнің кез келген бөлігінде отырған адаммен байланыс жасай беретін болдық. Миллиондаған шақырым қашықтықта күннің салмағын өлшеп, оны құрайтын элементтерді қиялдың көмегімен анықтап алдық. Миымыз ой толқынын беретін және қабылдайтын станция екенін ұқтық. Енді осы жаңалықтардың тәжірибеде қолдануды үйреніп жатырмыз. Қиял синтетикалық және шығармашылық болып бөлінеді. Қиял екі түрлі режимде жұмыс істейді. Синтетикалық қиял және шығармашылық қиял болып бөлінеді. Синтетикалық қиялдың көмегімен ескі тұжырымдар, идеялар мен жоспарларды жаңартып, жаңа комбинация жасап біріктіреміз. Бұл қабілет жаңадан ештеңе жасап шығармайды. Білім мен тәжірибеде бар, көрген білген дүниені өңдейді, осылайша әртүрлі идеялардың басын біріктіріп құрастырады. Мұндай қабілетті өнертапқыштар жиі қолданады. Кейбір талантты өнертапқыштар мәселені синтетикалық қиял арқылы шеше алмағанда шығармашылық қиялын іске қосады. Шығармашылық қиял арқылы адамның шектеулі ақылы шексіз ақылға тікелей жалғанады. Жорамалдау мен шабыттану үшін осы шығармашылық қиял керек. Бұрын соңды болмаған дүниелер жасаған, жаңа нәрсе ойлап тапқан тың идеялар авторлары осы қиял түріне сүйенеді. Шығармашылық қиял автоматты түрде жұмыс істейді. Ол жайлы келесі бетте баяндаймыз. Мұндай қабілет іске қосылуы үшін саналы көз ілеспес жылдамдықпен зырылдауы керек. Яғни адам әлденені қатты қалағанда ақылы да шапшаң жұмыс істейді. Шығармашылық қиялды қолданған сайын қалау мен ақылдан нәр алып дами береді. Бұл өте маңызды мәлімдеме. Ары қарай оқымай тұрып, осыны жадыңызға тұтып алыңыз. Осы 13 қадамды ұстанам деп ниет етіңіз. Олардың бәрін қабылдап, меңгеріп, шынымен қолданғанда ғана пайдасын көретініңіз есіңізде болсын. Бизнес, өндіріс, қаржы саласын дөңгелеткен мықты басшылар, ұлы суретшілер, музыканттар, ақындар мен жазушылар шығармашылық қиялды жақсы дамытқандықтан ерекшелене алады. Денедегі бұлшық етті өсіру үшін қозғалыс керек қой. Дәл сол сияқты синтетикалық қиялда, шығармашылық қиялда қолданатын кезде ғана дамиды. Қалау деген тек бір ой түрткі ғана. Ол бұлыңғыр әрі тұрақсыз абстракт ұғым. Физикалық баламасына айналмаса, оның еш құны болмайды. Қалауды ақшаға айналдыруға әдетте синтетикалық қиял көмектеседі. Дегенмен шығармашылық қиялды қолдану қажет болатын жағдайларда кездеседі. Материалдық емес, қалауды материалдық затқа, яғни ақшаға айналдыру үшін жоспар керек. Қиялға ерік бергеніңізге көп болды ма? Ол әлсіреп, солғын тартып қалған шығар. Қиялдау қабілетінен адамын деп қапаланбаңыз. Бұл қасиетті оны қайта қолдану арқылы жандандырып тірілтуге болады. Қиялдай білу қасиеті өлмейді.
бірақ адам оны қажет етпесе әлсірей береді. Материалдық емес қалауды материалдық затқа, ақшаға айналдыру үшін жоспар қажет. Ал жоспарды қиялдың көмегімен, көбіне синтетикалық қиялдау қабілеті арқасында жасайсыз. Қалауыңыз ақшаға айналу үшін қиялды жұмыс істетіп, жоспар құруды бастаңыз. Жоспар құруға қатысты егжей-тегжейлі нұсқаулық әр тарауда беріледі. Өз қажетіңізге орай нұсқаулықты орындаңыз, жоспарыңызды міндетті түрде жазыңыз. Тұжырым. Ақылдың қиялдай алу қабілеті арқасында ойдағы тілек пен қалау бір пішінге еніп, форма туып, іс-әрекетке айналады. Адамзат қиялында көрген дүниенің бәрін жасай алады деген сөз бар. Өркениеттің барлық кезеңінен қоса алғанда қазіргі қиял ұшқыр адам үшін ең қолайлы шақ. Өйткені біз жылдам өзгерістер дәуірінде өмір сүріп жатырмыз. Сізді шектейтін жалғыз нәрсе қиялыңызды пайдалана алмауыңыз. Синтетикалық қиял бұрынғы идея, тұжырым мен жоспарларды жаңаша түзеді. Шығармашылық қиял шексіз ақылмен байланысқа түсіп, жаңа идеяларды тудырады.